Сәлем достар, біз бүгін сіздермен өте қарапайым тағам картопты қазанда бұқтыратын боламыз. Майды қызып тұрған қазанға құйып, әбден қыздырғаннан кейін сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Тамағыңыздың дәмді болуы осы пияз бен сәбізді қуыруға байланысты. Неғұрлым ұзағырақ, сарғышырақ етіп қуырсаңыз, тамағыңыз одан сайын дәмді бола түседі. Егер күйіп бара жататын болса, отыңызды жай қойып, кішкене су тамызып жіберуіңізге болады. Жақсылап қуырып алғаннан кейін тұздап, бұрыштап, 5-10 минутқа өте жай отта бұқтырып қоямыз. Қуырылған тағамға қарағанда бұл тағам өте пайдалырақ, яғни қуырылған тағамның денсаулыққа кері әсері бар екенін білесіздер. Әбден бұқтырылғаннан кейін үстіне картопты саламыз, тағы да аздап тұз қосып, үстіне капуста, орам жапырақты салуымызға болады. Осы жерде егер тәтті бұрыш болса, сладкий болгарский перец, онда осы жерге қосып жіберуіңізге болады. Және бір үлкен кружка су құямыз, әбден бұрқ еткізіп қайнағанша қатты отта ұстаймыз да, одан кейін өте жай отта басып бетін қақпақпен жауып қоямыз. Тамаққа көкөністерді тураған кезде картопты, сәбізді, капустаны неғұрлым ірірек қылуға тырысыңыздар, себебі картоп неғұрлым езілмесе тамақта әдемі болып шығады. Міне арада 45 минут өтті. Картоптың қаттылығына қарап тексеретін боламыз. Егер картоп жұмсарса, онда тамақтың піскені. Ас болсын, өте дәмді, әрі жылдам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.